Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда үй жағдайында дәмді кәуап дайындайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Бізге тартылған сиыр еті қажет болады. Пиязды блендермен араластырып аласыздар. Шашликтің приправасы, тұзды салып араластырып аламыз. Дайын болған етті палчикаларға осылай орналастырып аламыз. Үлкен 5 картопты алып, ортасынан бөліп аламыз. Қазандағы қызып тұрған майға қуырып аламыз. Келесі кезекте еттерімізді қуырып алатын боламыз. Қуырылған картоп пен етті пеште пісіріп аламыз. Перец, помидорды салып, 200 градуста 20 минутта дайын болады. Достар, сіздер де осындай ерекше тағамды кешкі асқа дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып, парақшаға тіркеліп қойыңыз.